күнделікті жұмыспенен, қу тіршілікпенен жүріп қалдым. Бірақ артына шықтым ғой тұрмысқа. Шыққанмен бәрібір бермейтін Құдай бермейді екен. Айжұлдыздан кейін мен соншама дәмеленгем. Әйтеуір қыз туып алсам да, ұл туып алса, кім болса да әйтеуір бір соңынан жалғыз болмас екен деп. Оны бұйырмады. Құдайға шүкір, Айжұлдыздың қазір 2 баласы бар. Өсіп келе жатыр. Енді болмайтын нәрсеге аспанға балта шаппаймыз ғой, лақтырмаймыз. Мысалы, менің анамдан мынандай қорқыныш болады. Менің анам тұрмыс құрмады сол күйі. Ертең Айнұрма біреу сөйлесе, ұрысса деген сияқты. Сізде ондай қорқыныш болған жоқ дедіңіз ба? Менде қорқыныш болған жоқ. Мен енді еш жерде айтқан жоқпын. Мен екінші тұрмыста 20 жыл тұрдым. Табан күректей. Бірақ осы Айжұлдыз тұрмысқа шыққаннан кейін біз 2 жаққа кеттік. Мен өзімде солай алдында ойлап жүргем, арамызда бала болмады. Ол біреудің баласы. Бізде әйелден көреміз ғой. Иә. Бала болса да, болмаса да әйелден көреміз. Обалына қалмайын деп, бір күнде шешіп, біз 2 жаққа кеттік. 20 жыл бірге болды. Ол бұрын үйленбеген, 20 жыл бірге тұрды, бала болған жоқ. Менен анау да көреді, мынау да көреді, енді барлығы менен көреді ғой. Көрсе көре берсін, сонымен ол кісі енді сол балалы болса екен деп мен тілеймін. Әлі тілеп жүрмін. Бір балалы болса екен, ұл болса да, қыз болса да бір әйтеуір өзінің баласы болса екен деп тілеп жүрмін. Тілектеспін. Өйткені біреуге сен қастық ойлап, біреуге мысық тілеулі болып жаман ниет тілеп, оттың басына жақсылық әкеле алмайсың. Көңілін қалай, Құдай соған береді. Сондықтан да мен ол азаматтың тым жақсы азамат, балалы болып, бір кеткеніне де 5 жыл болды ғой. Бір бағы жанып, бір перзентті болса екен деп тілеп жүрмін. Ол кезде суррогатное материнство, бала... Жоқ, енді біз ондайға барған жоқпыз. Енді өйтіп түбін деп айтпай қояйын. Енді біреу айтқан екен, жаңа сенің қызың бала таппайды деп әңгіме бар ғой, әкеліп тастапты. Сөйтсе ол бұрын тұрмыста болып, бала туып, өздері баласын алып қалып, мынаны баласы жоқ деп беріп жіберген екен. Сөйтсе қыздың әкесі аңқау дейді, ой, не дейді, ойбай, ол бұрын туып жүреді ғой деп айтады дейді. Сол сияқты. Енді мен бұрын туып жүрген адаммын ғой. Енді тағы бір Алла біледі ғой. Артық әңгіме айтып керек жоқ. Бір Алла біледі.